Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Мен Әбілқайыр Амангелді Ибраимұлы, Сафия Өтебаева атындағы Атырау мұнай және газ университетінің қауымдастырылған профессорымын. Сіздерге органикалық химиядан дәріс оқимын. Дәрістің тақырыбы бір атомды фенолдар. Ароматты қосылыстар екі топқа бөлінеді: фенолдар және ароматты спирттер. Фенолдарды гидроксил топ тікелей ядромен байланысқан. Ароматты спирттердің бүйір тізбегінде гидроксил тобы бар. Жай альдегидтер мен кетондардың иондық түрлері тұрақсыз және толығымен дерлік карбонилдік түрге айналады. Ал көпшілік фенолдар тек иондық түрде болады. Фенолдардың иондық түрінің үлкен тұрақтылығы кетондық түрмен салыстырғанда қосарлану дәрежесінің жоғарырақ болуынан туады. Гидроксил топтардың санына қарай фенол атомды деп бөлінеді: бір атомды, екі атом және тағы басқа. Бензол үшін 6 атомдыға дейін. Фенолдарды нетривалды, яғни тарихи аттармен немесе көмірсутек туындыларының есебінде айтады. Мысалы, С6H5OH фенол немесе бензенол. Алу тәсілдеріне тоқталайық. Аромат ядроға гидроксил топты енгізудің бірнеше әдістері бар. Олардың көпшілігі өндірісте қолданылады. Солардың бірі сульфоқышқылдардың тұздарын сілтілермен балқыту. Бұл әдіс өнеркәсіпте кеңінен пайдаланылады. Реакцияны әдетте 320-350 градус Цельсийде күйдіргіш натрийдің қатысында жүргізіледі. Бірақ қымбатырақ күйдіргіш калий одан гөрі жақсы шығын береді. Фенолдың шығымы сульфолау үшін алынған бензолмен салыстырғанда 60-70% шамасында болады. Техникада ашық және автоклавтық процестер пайдаланылады. Реакциямен қатар қосалқы тотығу процестері өтеді. Бензол сульфоқышқылдың натрий тұзын күйдіргіш натриймен қоса балқытқанда фенолмен қатар резерцин, флюороглицин және NN- диоксидифенил алынады. Келесі әдіс галоген туындыларының гидролизі. Техникада кейінгі кездерде хлорбензолды гидролиздеу жолымен фенолды жақсы шығыммен алады. Ядромен байланысқан хлордың қозғалғыштығы аз, сондықтан процесті мыс тұздарының қатысуымен 250 градус Цельсийде автоклавта күйдіргіш натрийдің 8% ерітіндісімен жүргізеді. Немесе сілтілердің ерітіндісі хлорбензолмен бірге 300 градус Цельсий және 200 атмосфералық қысымда ұзындығы 1 километрден асатын түтіктер жүйесі арқылы өткізіледі. Бұл процестің жүруімен қатар қосалқы өнімдер алынады: дифенил эфирі, орта және пара оксидифенилдер. Бірінші заттың елеулі мөлшері түзілуінен құтылу үшін оның өзіне жүйеге арнайы кіргізеді. Себебі оның алыну процесі кезінде келесі тепе-теңдікпен шектелген. Келесі әдіс гидроасқын тотықтардың ыдырауы. Фенол кейбір алкил бензолдардың асқын тотықтарының қышқылдық ыдырауы арқылы алынады. Мысалы, кумолдың гидроасқын тотығы ацетон мен фенолға ыдырайды. Тағы бір әдіс біріншілік ароматты аминдерді азот қышқылдың әсері. Аралық өнім есебінде бұл процесте ароматты диазо қосылыстар алынады. Диазо топтың гидроксилмен алмасуы қышқыл ерітіндісінде сақтау арқылы немесе қайнаумен тезірек жүзеге асырылады. Мыс тұздарының қатысуы процесті жеңілдетеді. Осы сияқты реакциялармен фенолдың гомологтарын, бензолдың гомологтарының сульфо, галоген немесе амино туындыларынан алуға болады. Алайда алкил топ фенолдың ядросына енгізудің де әдістері бар. Гидроксил топтың активтену әрекеті арқасында фенолды алкилдеу бензол және оның гомологтарын алкилдеуден гөрі жеңілірек жүреді. Катализатор есебінде бұл арада хлорлы мырыш, ал алкилдегіш зат есебінде спирттерді пайдалануға болады. Физикалық қасиеттеріне тоқталайық. Фенолдар әдетте суда қиын еритін кристалдық заттар, су буымен қоса ұшады, яғни азотроп береді, өзіне тән иісі бар, антисептиктер болып табылады. Улы, теріге тисе күйдіреді. Сумен әуелгі фенолдан гөрі балқу температурасы төменірек кристаллогидраттар түзеді. Химиялық қасиеттері. Фенолдарға
реакцияға өте қабілетті гидроксил тобы мен ароматты ядросы бар. Фенолдар спирт немесе судан гөрі едәуір үлкен қышқылдық көрсетеді. Алайда қышқыл есебінде олар көмір және карбон қышқылдарынан әлсіздеу. Мысалы, сірке қышқылының диссоциациялану константасы 1,8 көбейтілген 10-5 дәрежесі. Көмір қышқылынікі 4,8 көбейтілген 10-7 дәрежесі. Көбейткіш қышқылдікі 7,2 көбейтілген 10-10 дәрежесі. Фенолдікі 1,3 көбейтілген 10-10 дәрежесі. Және судікі 1,8 көбейтілген 10-16 дәрежесі. Сондықтан фенолдар күйдіргіш натрийдің ерітіндісімен әрекеттесіп, фенолеттер түседі. Бірақ натрий карбонатынан көмір қышқылын ығыстырып шығара алмайды. Керісінше фенолдарды фенолеттердің ерітіндісінен көмір қышқылы ығыстырып шығарады. Келесі қасиеті фенолдарға әсіресе мыс ұнтағының қатысуымен галоген туындыларының фенолеттері әсер еткенде, сондай-ақ фенолдарға алты сульфаттар, сульфа қышқылдардың эфирлері немесе диазометан әсер еткенде, фенолдар гидроксил топтағы сутек атомының арқасында оңай алкилденеді. Фенолдардың эфирлері тұрақты заттар, алайда инерттік ерітіндіде натрий немесе натрий амидінде қыздырғанда, оларда радикалдар май қатарының эфирлері сияқты ыдырайды. Оларға сілтілердің әсері аз. Келесі қасиеті фенол этилен тотығымен конденсацияланып, полиэтилен гликольдің фенил эфирін түзеді. Фенолдар тікелей карбон қышқылдарымен эфирленбейді. Фенолдардың эфирлерін фенолеттарға немесе фенолдың пиридиндегі ерітінділеріне қышқылдардың галоген ангидридтерінің немесе ангидридтерінің әрекет етуі арқылы алып дайындауға болады. Келесі қасиет фенолдардағы гидроксил топ галогенге үлкен қиындықпен алмасады. 3 хлорлы фосфордың әрекетімен негізінде фосфорлы қышқыл эфирлері алынады. 5 хлорлы фосфор жағдайында эфирлер алынады. Бірақ хлорфенолдардың эфирлері алынады. Бұл реагент фенолдарды хлорлайды. Фенолдарды мырыш ұнтағын қосып айдағанда гидроксил топ сутекке алмасады. Бұл әдіс кейде күрделі фенолдардың құрылысын анықтау үшін қолданылады. Галогендердің немесе галогендегі заттардың ерітіндісінің әсерінен фенолдарды галогендеу үлкен жылдамдықпен және көбінесе пара қалыпта өтеді. Хлорлау кезінде көптеген орта изомерлер түзіледі. 3 галоген фенолдар ядроны галогендеудің соңғы өнімі болып табылады. Одан әрі галогендеу арқылы гидроксил топтағы сутекті де алмастыруға болады. Алынатын заттар басқа тотемер күйде болуы мүмкін. Бұл заттар йодты калийден йодты бөліп шығарады. Йод фенолдар тікелей йодтамайды, тотықтылғыштарды қолдану талап етіледі. Концентрациялы азот қышқылымен одан әрі нитрлегенде 3 нитрофенол, яғни пикрин қышқылы алынады. Пикрин қышқылы қопарғыш зат ретінде қолданылады. Фенолдар нитрлегенде тотығу процестері орын алады, сондықтан реакцияны жұмсақ жағдайларда жүргізу қажет. Фенолдарды сульфалағанда орта және пара фенол сульфа қышқылдар алынады. Қалыпты температурада концентрациялы күкірт қышқылы көбінесе орта изомер береді. Ал 100 градус Цельсий болғанда пара изомерлер реакция өнімінде басым болады. Келесі қасиеті фенол мен майлар қатарының қандай болмасын бір альдегидтің қосындысына сілтілік немесе қышқылдық катализатормен әсер еткенде орта және пара қалыпта конденсация жүреді. Бұл реакцияның үш жүзінде өте үлкен маңызы бар. Себебі ол маңызды пластикалық массалар мен сырлық негіздер алудың негізін қалайды. Әдеттегі температурада молекуланың фенол мен альдегидтің конденсациялану арқылы өсуі біршама сызықтық бағытта жүреді. Қыздырғанда тармақталған молекулалар түзілетін
конденсация басылады, ақырға өнім ерімейтін болып шығады. Фенол сақинасындағы сутек атомдарының қозғалғыштығының арқасында гидроксил топта орынбасарлар бар көптеген фенол туындылары қайта топтасып, орынбасарларды ядроға ауыстыруға қабілетті келеді. Мысалы, дейтрий гидроксил топтан ядроның орта және пара қалыптарына оңай көшетіндігі белгілі. Ядроға гидроксил топтың енуі оның тотықтырғыштарға қарсы төзімділігін азайтады. Тотықтырғыштың табиғатына және реакцияның өту жағдайларына байланысты әртүрлі өнімдер алынады. Мысалы, темір катализаторының қатысуымен фенолды сутектің асқын тотығымен тотықтырғанда аш шығынмен пирокатехин алынады. Келесі қасиеті, катализаторлардың қатысуымен сутекпен гидрлегенде фенолдар циклогексан қатарының спирттеріне айналады. Осындай жолмен фенолдан циклогексанол алынады. Бұл реакция жасанды талшық, капрон, анит өндірісінде маңызды өнеркәсіптік қажеттікте қолданылады. Жеке өкілдеріне тоқталайық. Фенол кристалдық зат, балқу температурасы 43 градус Цельсий. Қайнау температурасы 181 градус Цельсий. Суда 15 градус Цельсий кезінде 8% шамасында ериді. Сумен әдетте карбол қышқыл деп аталатын гидрат береді. Бұл гидраттың балқу температурасы 16 градус Цельсий. Судың аз мөлшері фенолдың балқу температурасын күшті төмендетеді. Оның өзіндік өткір иісі бар. Фенол теріні күйдіреді. Медицинада алғаш қолданылған антисептиктердің бірі болып табылады. Фенол адам мен жануарлардың несебінде болады. Өйткені құрамында бензол сақинасы бар белоктық амин қышқылдар организмде ыдырағанда фенолдар пайда болады. Техникада фенол тас көмір шайырынан, сондай-ақ синтетикалық тәсілдермен алынады. Хлорбензолдан, сілтілік балқыту арқылы бензол сульфоқышқыл тұздарынан, бензол мен пропиленнен кумол алу сатысы арқылы алынады. Фенол техникада көп мөлшерде пластикалық массалар, дәрі-дәрмектік препараттар, қопарғыш заттар алу үшін қолданылады. Дәрісті назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.